Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Келесі жасанды интеллект тың көмегімен біз аудио файлдарды жасай аламыз. Яғни өзіміздің кез келген мәтінімізді дыбыстық форматқа ауыстыра аламыз. Ол үшін біз нарекет деп аталатын жасанды интеллектті қолданамыз. Мінекей нарекет деп жасаңыздар іздеу жолағына text to speech, онлайн, видео, аудио деп шығады. Өздеріңіз орыс тіліне аударып алсаңыздар болады, сәйкесінше тіркеліп аламыз. Тіркеліп алғаннан кейін Google арқылы тіркеліп алуға болады. Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Продолжить батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде бізде қазір әлі аутентификация жүріп жатыр. Tools деген бізде инструменттер, яғни біз жаңа құралдар арқылы біз текстті аудиоға ауыстыратын боламыз. Мінекей осы батырманы басамыз. Попробуйте сейчас батырмасын басамыз. Енді мына жерде тілді таңдаймыз. Мысалы, қазақ тіліне. Голос деген жерде қазақ тілінде Гүлшат және де Дәулет деген дауыстар болады. Егер ер адамның дауысы болатын болса, мысалы, әртүрлі дауыстар бар. Соның ішінде мысалы Гүлшаттың дауысы тұр бізде. Енді осы жерге біз мәтін қоямыз. Мысалы, қандай мәтін? Бір кез келген мәтінді қояйық. Жасанды интеллект деген тақырыпта бір мәтін қояйық. Жасанды интеллект дегеніміз не деген бір тақырып? Википедиядан кішкентай ақпарат аламыз. Мысалы, осы мәтінді қойып көрейік. Создать аудио батырмасын басамыз. Создать аудио батырмасын басқаннан кейін біздің мәтіндік файлымыз осылайша аудиоға ауысатын болады. Енді бұл жерде ограничение бар, кішкене, яғни мәтіндеріңіз көп болған сайын кедергілер жаңағы ақылы нұсқада ұсынуды, жаңағы ақылы нұсқаға өтуді ұсынады. Ол жағдайда біз мәтінді бірнеше рет қойып генерация жасасақ болады. Енді мінекей көрейік. Жасанды интеллект жеке ғылыми бағыт ретінде ғасырдың екінші жартысында пайда болды. Бұл көбінесе кибернетиканың дамуына тәуелді болатын. Басқару, талдау, салыстыру, ақпаратты өңдеу, болжамды жасау, жорамалдың дұрыстығын дәлелдеу, яғни интеллектуалды қызметіне жататын операциялар негізінде шешімді қабылдаумен байланысты болады. Мінекей осы мәтінді бізге жасап берді жасанды интеллект. Енді скачать батырмасын басып, мына жерге жүктеп алсақ болады. Егер де қандай да бір мысалы мәтініңіз көп, ол үшін ақылы нұсқаға өтіңіздер деген жағдайда мәтінді бірнеше бөлікке бөліп жаңағы құрастырып алсаңыздар болады. Пайдаларыңызға жарасын. Назарларыңызға рахмет.